әрі дәмді, әрі калориясы аз, майонезсіз жасалатын салат түрін іздесеңіз, осы рецепт бойынша салат жасап көруді ұсынамын. Бұл салатты дайындауға бар болғаны бір қияр, бір тәтті бұрыш, жарты капуста, петрушка, укроп, 6% уксус, бұрыш, тұз және май және бір тісше чеснок жеткілікті. Алдыменен қиярды жіңішке етіп турап аламыз. Егер сіздерде капуста қатты әрі свежий емес болса, ең алдымен сол капустаны жіңішке етіп турағандарыңызбен және қолмен мыжып-мыжып жіберу керек. Ал мендегі мына свежий капуста шамаларыңыз келсе, осындай свежий капустамен жасауға тырыссаңыздар, вообще қатып кетеді. Сәбізді көп қоспасаңыздар да болады, жарты сәбіз жеткілікті. Теркадан өткізіп, сәбізді қосып, одан кейін жіңішке етіп тәтті бұрышты турап шығамыз. Укроп пен петрушканы ұсақ етіп турап шығамыз. Негізі петрушканы немесе укропты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, қоспай қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Ең соңында бір тісше чеснокты сақтап турап, майымызды қыздыруға кірісеміз. Жарты шай қасықпенен тұз, дәміне қарай аздаған мөлшерде бұрыш қоссаңыздар да болады, қоспай қойсаңыздар да болады негізі. Және ең соңында қыздырылған майды 3 ас қасықпенен құямыз. Қыздырып құйсаңыздар, чеснокты, петрушка, укроптың дәмі ерекше болып шығады. Ең соңында 6% уксустан 1 ас қасық құямыз және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мына салаттың мөлшері бізге 2 күнге жеткілікті. Бірақ та ата-енемнің үйіне барған кезде дәл осындай мөлшерде жасап берген салатын бір отырғанда жеп қойған. Салатың өте дәмді екен деп мақтап, тағы да жасап беруімді сұрады. Так что қыздар, смело жасай берсеңіздер болады. Және де осы салатпен мен -10 кг арықтағанмын.